Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарық еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Иә, өмір өтті. Дәуірінде маңғаз саналған Мақатаев жоқ енді. Қызталақ тағдыр қарқынды келдің, мұзбалақ ақынды ақыры қыршын кетірдің. Ауыздық салмай, жайдақ мінген пендеңді сүйрей жөнелдің. Бірақ Мұқағали тірі. Тәні қара жер қойнауында жатса да, жаны әр қазақтың жүрегіне қоңсы қонды. Ақтүтек боранның атой салып, адуын арттырған кезі. Бұл Қарасаздағы қос бөлмелі қараша үйді қоныс еткен Сүлеймен отбасында шекесі торсықтай шақалақтың шырылы естілген мезетпен тұспа-тұс ет. Жөргекке оратылған тұңғышын Сүлеймен қарт азан шақырып атын Мұхаммед Қали қояды. Тұрпаты бөлік Тұрымтайдай ұл әсіресе әжесіне тәтті көрініпті. Сондықтан үй кейуанасы Тиын апа кішкене Мұқағалиды өз тәрбиесіне алады. Ал туған анасы Нағиман ақиық ақынға жеңгесіндей болып Нақа аталып кеткен. Марғасқа Мұқағали қазақ кеңірдегіне қайқы қылыш тақалған шақта дүние есігін ашқан. Алдымен қара таңдақ, артынша саяси қуғын сүргін жылдары есіл елдің қабырғасын қайыстырып, бодандық бұғауына бас идірді. Соңын ала момын жұртты сұрапыл соғыс ағыны ағызып әкетті. Қиян кез күрісқа қош қуаттанған қазақ ішінде Мұқағали әкесі де бар еді. Бірақ сұм майданның ысқыра ұшқан жебесі Сүлеймен қарттан да қиыс кетпеді. Мақатаевтар отағасы 1941 жылы Калининград түбінде жан тапсырған. Кез келген қаламгерді оқытатын өмірдің өзі. Осы тұрғыда Мұқағалидың өлеңдеріне қарасаң, үлкен тағдырлы ақын екенін поэмаларынан көре аламыз. Мысалы, Дариға жүрек, бертін келе аққулар ұйықтағанда, үйлесім болғанда бір жеңгем жылайды, еді бір демде, күлетін еді бүкіл әлем, Дариға жеңгем күлгенде дегенде, жетім баланың бүкіл өмірін өрнектеген, оның сезімінен суырылған дүниені қабылдауын көреміз. Мұқағали сәби шағынан бесікте тербетілген, есін білгенге дейін дүниені қабылдай білген. Шын мәніне келгенде Мұқағали ұшан теңіз білім иесі болған. Осылайша қалақтай жігіттің мойнына тағдыр ажырғысы ертеден кейілді. Жарынан айырылып, зар жылаған Нағиман ана да, артынан ерген қос інісі Тоқтарбай мен Көрпеште бала Мұқағалидың көмегіне мұқтаж болады. Сөйтіп, қазақ қара өлеңінің болашақ мұзбалағы бұғанасы бекмей жатып, қара жұмысқа жегілет, ерте есейет. Тіпті қу тірліктің қолбайлау қылған кезі бала Мұқағалидың өлең жазуда көсіле түсуіне еріксіз серпін берген. Қара жұмысты қайыстыра білген қара бала оқу жайында қарым қабілетінше қамдайтын. Орта мектепті тәмамдай сала, жоғарғы оқу орнына түсуге бел буады. Алдымен сол кездегі Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға қабылданады. Бірақ бір жылдан кейін оқуын тастап, Шибұт ауылына қызметке кеткен. Ал бірер уақытта өзінің мәңгілік жары Лашынға жолығады. Тағдырыма тура келген серігім, мен бейбаққа сыйлады екен сенігім. Шар басымда шаңырағым сен тұрсың, басқалардың барлығынан жердім. Ауырлықтың көтердің ау көбін сенен келіп қуат алдым жеңілсем. Сен жер болдың, нөсер болып төгілсем, шұғыласың, қара бұлт боп көрінсем. Мен түн болсам, сен таң болдың жаңатқан, мені қола, сені шойын жаратқан. Мен ашуда, сен ақылсың, нәр аққан, сен адамсың, мен аждаһа зәр атқан. Ақиық ақын өзінің жарына деген риясыз сезімін осылай білдірген. Қос ғашықтың бір-біріне деген ынтықтығы ғұмырларының соңына дейін бәз қалпында сақталып келді. Мұқағали Мақатаев бұл тұста өзінің кіндік қаны тамған жер
Қарасаздың бастауыш мектебінде ұстаздық қызмет атқарады. Бірнеше өлеңі Советтік шекара газеті мен Әдебиет және искусство журналына басылып шығады. Атақты Мұқағали Мақатаев Мақтаарал өңіріне келген. Ол жылдар 1971 жыл еді. Менің 21 жасар кезім. Мақтаарал аудандық газеті бар еді. Редакторымыз Бөгенбаев Кенжебай ағамыз. Ақынның жанында қазақтың және бір атақты ақыны Сабырхан Асанов бар еді. 2 күндей болды. Ол кезде біз Мұқағали Мақатаевты оншалықты мықты ақын деп ойлаған жоқ едік. Бұл біздің өзіміздің кемшілігімізде болар. Соңғы жылдары ол ақынның аты әлемді шарлап кетті десе де болады. Одан кейінгі екінші кездесуім ақынменен Алматыда 74 жылы болды. Жаздың газет. Сол жазушылар одағының қаламгер үйінде сол бір столдың жанында отырдық. Өзгеге еліктеуді ерсі көрген Мұқағали қара өлеңді қасиет санат. Қағаз бетіне қанмен түскен әр шумағы шерлі сыр мен өзекті өртеген өксікке тұнды. Кейінгі ұрпақ Ақиық ақынның шайырлығы бір төбе, жазған өлеңдерін нақышына келтіре оқи алатын қабілеті бір төбе еткенінен құлағдар. Мұқаңның микрофон алдына жайғасуына ұлтты үнімен үйірген барқыт дауыс иесі Байжанбаев сеп болды. Дәл осы әнекең Мақатаевтың тың талантын көпшілікке мәшһүр етті. Қаздар кетті, құлақта үні қалды, жазда кетті, әкетті тұнығанды. Қайтқан құстан қар үзіп қалса дағы қалтылдаған қария тұрып алды. Қарашаның ұлыса желі гулеп, түсіне бір қаңтардың желігі деп, қисайып бара жатқан қарияны сүйей берді баласы келініге. Енді біз Мұқағали Мақатаев жайында әңгіме қозғайтын болсақ, бұл әрине қазақ халқының түркі дүниедегі бүкіл қазақ, исі қазақ елінің үлкен данышпан ақынына айланды. Бірақтан осы менің досым Әлібек осы аяқта 1972 жылы біз Алматыда болған кезімізде Абай опера театрының алдында сол Әлібек мынау Мұқаң деді. Сөйінген барып, екеуміз барып сәлем бердік. Кәдімгі дәу денелі, шашын кәдімгі артына қайырған, келісті үлкен сом денелі жігіт екен. Ал енді ол туралы, Мұқағали туралы Әлібектен талай жырларын бірге оқитынбыз. Мұзарт жырдың мұзбалағы өздігінен сауаттанды. Білімді туған топырақтан, тылсым маңайдан, қараша үйдің қабырғасынан тырнақтап тер. Ол кітап оқуға құмартты. Өзі тұрған қос бөлмелі тар тамды әлем алыптарының оқулықтарымен толтырды. Содан сусындат, өзін іздет, түбінде тапты. Жыр жазарда Хәкім атаға сүйенетін, қағаз бетіне түскен әр өлең данышпан Абайдың қадағалауымен болды. Мақатаевтың Мәскеудегі Максим Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алғаны белгілі, бірақ оны да соңына дейін тәмам оқымады. Өйткені іздері жоқ, алары түк орыннан дәрмен болмады. Біздің елдің суретші бір азаматы Мұқағалидың 100 шақты өлеңдеріне полотна жасаған екен. Әр өлеңнің тақырыбына, соның ішінде жаңа оқылған «Қарлығашым келдің бе» деген өлеңі де бар. Өзін ақын демеген Мұқағали қазақта ақындар да болған, ғұламалар да болған, тағы да бола береді дегенмен мынадай өлеңдер қалдырған. Туады әлі нағыз ақын бал мен у тамызатын, жесірдің айырылмас серігі боп, жендеттің көзіне жас ағызатын. Туады әлі нағыз ақын. Қарасаздан қоныс тепкенде Ақиық ақын өзге жерді жатсынды. Алматыда пәтер жағалап, өзгенің қас қабағын бағумен өтті ғұмыр. Мұндайда балаң бейне Мәйгүлдің қапияда ажал құшуы Мұқағалиді мүлде есеңгіретіп тастады. Қаршадай қызын
бақи фәниге қимай, өмірінің соңына дейін өксік өлеңге сүңги берді. Түсіменді апарық қызым бүгін жұлынған қызыл гүлім, бақсамдағы балбырап пісіп тұрған, үзіп кетті апырай жүзімдігім. Түсімде қызым мені шақырады, өзіннің ар жағында отыр әні. Ғафу балам, ғафу ет, бара алмаймын, мен деген жер бетінің ақымағы. Алдымда асқар асу жатыр әлі. Сабыр балам, қай жаққа қашар дейсің, сені жапқан қара жер топырағы. Қыңыр тағдыр тау тұлғамен тайталасын толастатпад, керісінше үдей түсті. Мұқағали алдымен партия қатарынан қуылды, кейін жазушылар одағынан да сынға ұшырады. Жасындай жарқылдап жүрген мұзбалаққа енді биттің қабындай жинақ шығару асыл арманға айналды. Жәрдемді Шәмілден де, көзі тірісінде мәңгілік серігіне айналған Тоқаштан да, бақұл болған Қостарлан, Қасым мен Айбергеновтерден де іздет. Бірақ жүрекке соғылған қыл қанжар тым тереңге кірген. Өксікті ішкілікпен басты, тарпығыш тағдырдың заһарын уыстап жұтты. Мұқағалидың туындылары халыққа жақын, халықтың қыр өлеңіне жақын, жалпы қазақтың ұлттық табиғатына жақын. Мұқағалиды мұқағали еткен оның ұлт ақыны дәрежесіне жеткендігі. Табиғатты, отанды, махаббатты жалпы қай жанрда жазса да оның өлеңдерінің үйлесімін табуы Мұқағалиды өзге ақындардан гөрі айшықтап, өлең әлеміндегі абыройын асқақтатты. Шыныменен дос жоқ-ау, дос жоқ менде, сонда қалай өмірім бос өткен бе? Осылай бір байламға келдім бүгін, қарадым да сүйіскен қос кептерге. Мен дарамдық жоқ еді, ала бөтен, доссыз өмір жалғанда қараң екен. Қақ жарылған қауымға қайран жүрек, қашан ғана қаңырап қалар екен. Кезінде жат пейіл білдірмеген көп жақсының түбінде қарайласпай, құмға сіңген судай зым-зиян болып кеткені Ақсеңгір ақынды қажытты, мүжіді. Мұндай сәтте шайыр бейгүнә перзентке, аузынан ана сүт арылмаған сәбиге айналып кеткісі келді. Қоста болғым келмейді, қанатым бар, күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Жылан ажалға арбалған ақын өзектегі өксігін Фариза қызға мұң қып шертеді. Ортасы опасыздарға, маңайы мадақ айтуға масаттанған маңғаздарға толып кетті. Осылайша долы дауылдай буырқанған алапат күш иесі мүсәпір халге түскендей кейіпке енеді. Сен мені білесің бе, жаралмаған жан екем күресуге. Жылай жүріп өтірік жүресіңде, қоясың жүресіңде. Бір итеріп кеудемнен бір шалып, тастағысы келеді күресінге. Фариза жан, сен соны білесің бе? Тағдыр тауқыметін тартқан Тарлан, шарасыздықтан ұлт көсемі Димаш атадан жәрдем сұрауға бел буады. Бар қайғысын қағаз бетіне түсірген. Ардақты Димаш аға, мен 42 жасқа толып жан тыныштығын басқа тараптан іздегенімді түсіндім. Өзіме өзім келіп, кінәмді жуып шайып,
өз ақмақтығымнан жоғалтқанымды қалпына келтіруге көмектесіңіз. Ажал алдында тұрғандаймын, құтқара көріңіз. Сіз қалай шешсеңіз, солай болады. Бірақ хат жолданса, миықтан күлген дұшпанның жатқа табылайтыны айдан анық еді. Сондықтан Мұқаң жазған хатын екі бүктеп, сол күйі жолдамай тастайды. Хан Тәңірінің мұзбалағы атанған Мұқағали Мақатаев қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар тұғырлы тұлға. Поэзия меніменен егізбедің, мен сені білесің ба негіздедім деп ақынның өз жырлағандай, есімі поэзиямен егіз ұғымға айналған ақынның өлеңдерінде адамның ішкі жан дүниесінің нәзік сезімдерімен қатар өршіл рухы да қатар өріліп жатады. Ұлы Абай мен Махамбеттен нәр алған оның өлеңдерінде Абайдың терең ойшыл сезімге бай суреткерлігі де, Махамбеттің өршіл рухы да бар десе болады. Тіпті маған әр заманда өмір сүрсе де, осы Абай мен Мұқағалидың арасында бір рухани болмыстық ұқсастық бардай көрінеді. Кезінде өз заманынан озып туған Абайды қазақ түсінбеді. Сондықтан да надандықпен, мұңмен жалғыз алысқан Абай моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным десе, Мұқағалида Фариза, Фаризажан, Фариза қыз өмірде ақындардың бәрі жалғыз деп өзінің жалғыздығын айтады. Алыпты шеңгелдеген ажал күллі қазаққа зар сыйлады. Елі қара жамылды, бар мұқтажын Мұқағалидан іздеді. Бүгін менің туған күнім ойпадай, мына жұртым ау неге жатыр тойламай. Бір той жасап берер едім өзім ақ, Тәңірдің бір жарытпай-ақ қойған-ай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей. Қошақ-қошақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау адың ай. Мұқаңның маржан жырлары әр қазақтың жүрегінен ойып тұрып орын алды. Тілі де, жаны да қарапайым, мұзбалақ шайыр мұрасы кейінгі ұрпаққа да мирас етілді. Бірақ қазір Мұқағалидың мағыналы сөздеріне мәнсіз ән жазатын сазгерлердің самсап кеткені жасырын емес. Даңққа бөлену үшін ақсеңгір тұлғаның есімін пайдаланады. Бұл ақын рухына жасалған нағыз қиянат. Мақатаевтың мол мұрасы артынан ерген ізбасарларына өмірлік азық болды. Қазақтың көпі киген қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайырған тау тұлғаға арнап, талай жас саңлақ өздерінің жырларын арнады. Ақын рухына тағзым етті. Бұл көзі тірісінде билік тарапынан шапағатқа бөленбеген ақынның өміршең екендігін айғақтайды. Дүркіреп тұрған көктемде, сіркіреп нөсер төккенде, күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені, арманда оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың.